Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып оқушылары? Әдебиеттің оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы судың пайдасы. Суыр сұңқар, су қайда ертегісі. Сабағымыздың мақсаттары: шығарма кейіпкеріне хат, ертегі, өлең, әңгіме жазу. Және шығармадағы кейіпкерлердің мінез-құлқы мен іс-әрекетіне, ондағы оқиғаларға сүйеніп, сюжеттің дамуын болжау. Енді оқушылар, мына жұмбақтарға назар аударайық. Жұмбақтарды оқып, шешуін табуға тырысайық. Жылт-жылт еткен, жылғадан өткен. Бұл жұмбақтың шешуі не болуы мүмкін? Қалай ойлайсыңдар? Ойланып көрейікші, оқушылар. Дұрыс айтасыңдар. Әрине, су екен. Бұл жұмбақтың шешуі су екен. Өте жақсы, оқушылар. Жалпы біз су туралы, судың қасиеттер туралы көптеген нәрсені оқып үйрендік. Енді қалған жұмбақтарды да оқып, шешуін табыңыздар. Енді оқушылар, суыр туралы не білеміз? Жалпы суыр қандай аң? Суырлар кемірушілер отряды, тиін тәрізділер тұқымдасына жататын сүтқоректі. Қазақстанның орманды даласында, шөлді жерлері мен таулы аймақтарында кездесетін 4 түрі бар. Дене тұрқы 30-60 см, құйрығының ұзындығы 10-25 см, салмағы 3-8 кг. Түсі қызыл қоңыр, сарғыш жирен, кейде қара қоңыр болады. Түкті шұнақ құлағы бар. Ашық алқапта тереңдігі 3 метр, ін жолдары 8 метрдей, бірнеше аузы бар ін қазады. Онда топтанып тіршілік етеді. Жылына 7 айда ұйықтайды. Шөптесін өсімдіктермен қоректенеді. Дала суыры мен ұзын құйрық суырдың кәсіптік маңызы зор. Олардың бағалы терісінен бас киім, сырт киім тігіледі. Суырдың майы халық медицинасында әр түрлі ауруларға ем ретінде пайдаланылады. Енді оқушылар, оқулықты ашып, 103-ші беттегі мәтінді түсініп оқыңыздар. Суыр сұңқар, су қайда? Ертегісі. Оқушылар, енді оқып болған соң, әртүрлі тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: берілген сөздер мен сөз тіркестерінен шағын ертегі құрастыр. Ерте заманда сиыр, кербез, мақтаншақ, атпен, жүйрік уәде байласады. Яғни, мына берілген сөздер мен сөз тіркестерінен шағын ертегі құрастырып көріңіз. Келесі тапсырма: оқушылар, суреттен нелерді көріп отырмыз? Ертегі әрі қарай қалай жалғасады деп ойлайсыңдар? Болжап көріңдер. Үшінші тапсырма: мына берілген суреттерден нелерді көріп отырмыз? Нелерді? Ертегінің 3-ші бөлімінде не болады деп ойлайсыңдар? Болжап жазып көріңіз. Жалпы бүгінгі ертегідегі оқиғадан қандай сабақ алдыңдар? Мына кейіпкерге хат жазыңдар. Бұл кейіпкердің бойында қандай жаман қасиет болды, қандай кемшілік болды? Өз хатыңда оған 3-4 кеңес беруді ұмытпа.
Сабағымызды аяқтай келе, бағдаршам әдісі арқылы кері байланыс беруді ұмытпаңыздар. Яғни, бүгінгі сабақта алған әсерлеріңді көрсетіңдер. Үйге тапсырма. Осы ертегіні жақсылап оқып келейік. Және берілген тапсырмаларды орындаңыздар. Сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.